Енді өткенге көзді жүгіртсек, осы сіздің іс-әрекетіңіздің құқықтық салдары болады деп ойладыңыз ба сол кезде? Біз ол вақытта ондай деп ойламаппыз. Біз заңға қарсы шығып атқанда ойламай, біз сол біреуге жақсылық жасасақ, садақа берсек, біз сауап аламыз ғой деген оймен кетті ғой енді біз садақаларымызды садақа беріп. Но біз қателікке жол қойып, біз заңға қарсы шығып, болай іс-әрекетіміз бұл нәтижеге әкеледі деп ойламаған екенбіз. Біз қалай деп айтсам болады, жасаған сол амалымыз дұрыс емес екен. Жанымыз ашып, эмоциямен беріп қойған ақшаны соңында қай жерге жұмсалып жатыр, не үшін жұмсалып жатыр, біз ойламадық та ше, эмоциямен беріп жібердік те ол нәрсені, салып жібердік. Мемлекетке қарсы шығамыз, бас көтереміз, жалғыз өзіміз бәрі деген нәрселер ойда да болған жоқ та ше негізі. Бірақ соңы сондай үлкен нәрселерге қатты өкіндіріп жіберді адамның негізі.